Ертеде, ешкі жүні келтеде, бір шал тұзақ құрып күн көріпті. Бір күні шал тұзағын келіп қараса, қаз түспті. Қазды тұзақтан босатып, бауыздайын десе, қаз, сен мені босат, менен сұрағаныңды бір жылдан кейін аларсың дейді. Шал бұл ұсынысты мақұл көріп, қазды босатып қоя береді. Бір жыл өтеді. Шал қазды іздеп жолға шығады. Жолшыбай жайылып жүрген өңкей түйелер мен қойларды кездестіреді. Бұлар Қазбайдың малы екенін бақташыдан сұрап біледі. Шал, Қазбай мен іздеген қаз деп ойлап, Қазбайдың бұдан басқа несі бар деп сұрайды. Қазбайдың 3 жақсы нәрсесі бар. Біреуі, піс қазаным піс десе, әртүрлі тамақ пісіп шығады. Енді біреуі, құс есегім құс десе, алтын құсады. Тағы біреуі, ұр тоқпағым ұр десе, адамдарды ұра береді дейді бақташы қарияға. Ғажап екен деп, шал жүріп кетеді. Бір кезде шал Қазбайдың ауылына келеді. Қазбай оны мейман етеді. Шал Қазбайдан піс қазанын сұрап алады. Шал қазанды алып, үйіне келе жатса, бір жерде асық ойнап жатқан балалар оның асқа түсуін сұрайды. Ол қабыл алады. Үйге кіріп бара жатып балаларға, шырақтарым, піс қазаным піс демеңдер дейді. Балалар тыңдасын ба? Піс қазаным піс деп шулап қоя береді. Сол сәтте-ақ әртүрлі тамақ пісіп, даяр болады. Балалар қарияның қазанын басқа қазанмен алмастырып қояды. Шал қазанды үйіне алып барып, піс қазаным піс десе, еш нәрсе піспейді. Шал қазанды алып Қазбайдың үйіне қайта келеді. Бұдан еш нәрсе шықпайды дейді. Қазбай қазанды алып қалып, шалға есекті беріп жібереді. Шал есекті мініп, үйіне қайтып келе жатып, балалар тағы да оны асқа шақырады. Шырақтарым, құс есегім құс демеңдер деп, шал үйге кіріп кетеді. Балалар, құс есегім құс десе, есек алтын құсады. Балалар есекті айырбастап қояды. Шал есекті үйіне алып келіп, құс есегім құс десе, есек еш нәрсе құспайды. Шал есекті алып Қазбайға тағы келеді. Есектен еш нәрсе шықпады дейді. Енді шалға Қазбай ұр тоқпағын береді. Шал ұр тоқпақты алып келе жатып, баяғы балаларды кездестіреді де асқа түседі. Шал үйге кіріп бара жатып, шырақтарым, ұр тоқпағым ұр демеңдер дейді. Дәндеген балалар, ұр тоқпағым ұр дейді. Тоқпақ балалардың әрқайсысын ал кебірсін. Балалар шалға жалынып, ойбай, піс қазаныңды, қос есегіңді қайтарып берейік дейді. Бұны естіген шал, піс қазанды, қос есекті қайтарып алып, ұр тоқпақты қойғызады. Қария қаздың 3 ғажайып нәрсесін алып, үйіне келеді. Сөйтіп, мұратына жетеді. Баяғыда бір кедей болыпты. Бір күні ол көршілес байдың балтасын сұрап алып, отынға барады. Отын шауып бола берген кезде, кедейдің балтасының басы ұшып кетіп, диірмен тасын айналдырып жатқан суға түсіп кетеді. Кедей диірменші шалға келіп, балтамды алып бер деп жалынады. Шал диірменін тоқтатып, суға қолын тығып жібереді де, бір алтын басты балтаны алып шығады. Мынау ма балтаң дейді диірменші. Жоқ, бұл емес дейді кедей. Шал суға 2-ші рет қолын алып жіберіп, күміс басты балтаны алып шығады. Мынау ма балтаң дейді тағы да кедейге. Бұл демес. Диірменші 3-ші рет қолын суға малғанда, қара темір балта ілігеді. Сол кезде ғана кедей, міне, мынау менің балтам деп қолын соза береді. Диірменші кедейді тоқтатып, шырағым, дүние қоңыз емес, адал жан екенсің. Сол үшін мына балтаны сыйға ал. Оның сен сияқты кедейге тигізер пайдасы көп. Осы балта қолыңда тұрғанда күн көрісің түзелер. Тез арада ел қатарына қосыларсың деп, оған алтын балтаны береді.
Алтын балта сиқырлы екен. Кедей балтаны әкелген күннен бастап құлшына еңбек етеді. Отынды да өндірте жарады. Сөйтіп, ісі оңға басылады. Үйге береке кіреді. Бір күні көрші бай кедейден осының сырын сұрайды. Кедей жасырмай барлық болған оқиғаны айтып береді. Бай баяғы кедейге берген қара балтасын алып, отынға барады. Бара сала, балтасын диірмен суына лақтырып жібереді. Диірменшіге балтамды алып бер дейді. Шал судан алтын басты балтаны алып шығу сол-ақ екен. Бай, менің балтам, мынау менің балтам деп тура ұмтылады. Бірақ диірменші шал оны кеудесінен итеріп тоқтатады. Қоя тұр, құлқыны тоймаған қу неме. Міне сенің балтаң деп, байға өзінің темір басты балтасын алып береді. Бай амалы құрып үйіне қайтады.